Тағы бір жаңалық естідім, Нұрғожа, сенің Алматы қаласына ауысып жатқаның. Шыны керек, енді Ризабекті де әлем чемпионы болған соң Астанаға ауысып кетті ғой. Сол сияқты бізде әлем чемпионы болған спортшыға барлық аймақтар көз тігіп отырады ғой өзі. Маған ақтөбеліктер де айтқан Нұрғожаны аламыз деп. Мен енді оны естідім де қатты мән бермедім, бірақ Алматыға ауысқаныңа шынымен де себептер болған сияқты, иә? Енді ана көбісінесе балалардан естіп қаламын осындай. Лақтырып кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деп. Енді мен өзім бағанағы бастаған өзім тренерім бар, Аян Бейсенбаев. Сағындық қой өзінің аты. Аян ағай. Аян ағай деп айтамыз бәріміз. Енді ол кісімен ақылдасып келе, мен осы жаққа шешім қабылдадым. Енді ол кісі айтты, Нұрғожа, өзіңнің таңдауың, сен маған біраз нәрсе бердің. Екеуміз алма-кезек беріп отырдық та бір-бірімізге. Енді бауыр бастық тоже бір жағынан. Кішкентайыңнан бастап жетеледі. Сол жерде шешім қабылдадым, мен шешім қабылдадым, ағайға айттым, осылай болып тұр. Алматы қаласына ауысамын. Әке-шешем осында. Енді менен кейін де 5 бауырым бар. Осылардың жағдайын жасауым керек. Ертеңгі күні бір пәтер беріп жатса да, осы Алматыдан беріп жатса да, тіпті жақсы ғой. Мен енді Петропавлға тұра алмаймын да. Бір жаман жері. Ол жақта тосқан ешкім жоқ, иә? Ешкім жоқ ол жақта. Енді ағайымнан басқа. Енді ары бері жүре бергеннен қарағанда осы жақта тиімдірақ болады. Алматы федерациясы мен ақша беріп шақырып алған жоқ. Өзім келдім осында. Өзім таңдауым. Оны отбасымызбен шештік. Осы жерге келдім солай. Мені ешкім мәжбүрлеп әкелген жоқ енді.